Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгін біз көп бұрыш тақырыбын өтетін боламыз. Бұл тақырыпты өтпестен бұрын біз осыған дейін өткен бұрыш тақырыбын бірсыпыра қайталап өтейік. Бұрыш дегеніміз не еді? Бұрыш дегеніміз бір нүктеден шығатын екі сәуле. Демек, бір нүктеден шығатын екі сәуленің бұрыштың бірнеше түрі бар. Егер ол 90 градустан кіші болатын болса, онда бұл сүйір бұрыш болатын еді. Егер 90 градусқа тең болса, яғни тік бұрыш болатын бол, тік болып тұрса, бұл тік бұрыш. Сүйір бұрыш. Ал егер біздің бұрышымыз 90 градустан үлкен, бірақ 180 градустан кіші болатын болса, бұл бізде доғал бұрыш еді. Ал егер бұрышымыз түп түзу болатын болса, бұл жазыңқы бұрыш. Ал егер бұрышымыз толық бұрыш болатын болса, яғни 360 градусқа тең болатын болса, онда бұл бұрышымыз толық бұрыш деп аталатын еді. Әдетте біз бұрыштарды үш нүкте болғандықтан үш әріппен белгілейміз. Белгіленуі А, В, С бұрышы. Мені осылай белгіленумен жазамыз. Енді бүгін біз көп бұрыш тақырыбын өтеміз, яғни айналамызда әртүрлі геометриялық фигуралар бар, табиғатта, тұрмыста біз қыштардың, тақтайдың, мына араның, ұяларының қандай көп бұрыштар екенін, яғни бұрыштарының өте көп екенін байқауға болады. Біз бүгін солардан біразымен танысамыз және аудандарын есептеуді үйренетін боламыз. Енді қараңыздар, бізде көп бұрыш деп аталу себебі, мысалы қараңыздар, мен қазір бірнеше фигураның сызбасын сызайын сіздерге. Мына фигура қалай аталады? Мына фигура қалай аталады? Және қараңыздар. Бұрыштарының санына байланысты біз осы жерде қазір бірнеше көп бұрышты салып отырмыз. Демек, көп бұрыш дегеніміз жай тұйықталған сынық сызық. Көп бұрыштың элементтері бұл төбелері болып есептелінеді, қабырғалары және бұрыштары болып есептелінеді. Қараңыздар, біз егерде осы жерде көп бұрышты белгілейік. А, В, С, Д, Е, Ф деп белгілейтін болса, біздегі осы А, В, С, Д, Е, Ф нүктелері бұл көп бұрышымыздың құрап тұрған төбелері. Ал егер қабырғаларын жазатын болса, қабырғалары А, В, С, Д, Е, Ф, Ф, А деген қабырғалары бар екен. Демек, 6 түрлі қабырғалары бар. 6 қабырғасы болғандықтан бұл көп бұрышымыздың аты 6 бұрыш. Неге? Өйткені 6 бұрышы бар. Міне қараңыздар. В бұрышы, С бұрышы, Д бұрышы, Е бұрышы, Ф бұрышы және А бұрышы. Мұнда белгілеу енгізетін болсақ, нүктелерге А, В, С, Д. Бұл 4 бұрыш болып тұр, яғни 4 бұрышы бар. Енді қараңыздар. Осы көп бұрыштың мысалға ішкі бөлігі бізде ішкі облысы деп аталады, сыртқы жағы сыртқы облысы деп аталады. Егер біз осы көп бұрышымыздың В қабырғасымен Ф қабырғасын, В қабырғасымен Е қабырғасын, В қабырғасымен Д қабырғаларын қосатын болсақ, онда бізде диагональдар пайда болады екен.
Көпбұрыш бізде жазық фигура, оның қағаздан қиып жасауға да болады, иә? Кез келген көпбұрыштың ауданын табуға болады, және кез келген көпбұрыштың қабырғаларын табуға, периметрін табуға болады. Периметрін қалай табамыз? Көпбұрыштың периметрін табу үшін біз көпбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын қосындысын қосып шығады екенбіз. Жақсы, енді балалар сіздерге мынандай тапсырма. Ұзындығы 9 сантиметр, ал ені ұзындығынан 3 есе кем болатын тік төртбұрыштың периметрін тап дейді. Ең алдымен біз сызбасын сызамыз, яғни ұзындығы А бізде 9 сантиметр екен, ал ені ұзындығынан 3 есе кем. Ені ұзындығымыздан 3 есе кем, демек 3 сантиметр. Осы тіктөртбұрыштың бізге периметрін табу керек. Тіктөртбұрышты салайық. Ұзындығы 9 сантиметр екен, ал ені 3 сантиметр екен. Периметрді табу формуласын қолданамыз, е? Периметрді табу үшін біз барлық қабырғаларының қосындысын табамыз. Яғни периметр тең 2 еселенген А және В қабырғаларының қосындысы. 2 көбейту 12 тең 24 сантиметр екен. Енді қараңыздар. Периметрі екінші сұрақ. Периметрі бірінші пунктте берілген, яғни осы есепте берілген тіктөртбұрыштың периметрінен 8 сантиметр артық болатын шаршының қабырғаларының ұзындығын тап дейді. Яғни осы периметрден 8 сантиметрге ұзын болу керек. Демек, 24 болатын болса, екінші есепті қарастырайық. 1, 2. Қараңыздар. Тағы да шартын қайталаймын. Периметрі бірінші төртбұрыштың периметрінен 8 сантиметрге артық. Демек, периметріміз біздің 24 қосу 8 болады. 32 сантиметр екен. Артық болатын шаршының қабырғасының ұзындығын табуымыз керек. Шаршының қабырғасының ұзындығы Аны табуымыз керек. Енді шешуі. Жалпы шаршының периметрін қалай табатын едік? Шаршы дегеніміз, ол бізде барлық қабырғасы тең болатын тік төртбұрыш. Яғни барлық қабырғасы тең болатын болса, ол 4 қабырғасы да А деген сөз. Периметр 4 көбейтілген А болады. Енді қабырғаны табу үшін біз периметрді 4-ке бөлеміз. Периметріміз 32 еді, оны 4-ке бөлсек 8 сантиметр. Сонда осы бірінші төртбұрыштың периметрінен 8 сантиметрге артық болатын шаршының қабырғасының ұзындығы 8 сантиметр екен. Міне осы көрсетілген мысалдарды жазып алыңыздар.